Әке асқар тау, ана мөлдір бұлақ дейді дана халқымыз. Адам өмірінде әке қорған тірек болса, ана мейірімнің, жылулықтың, махаббаттың мәңгілік мекені. Уақыт жылжып, жылдар өткен сайын, олардың қадірі бұрынғыдан да арта түседі. Сағыныш уақытпен өлшенбейтін сезім. Керісінше, әр өткен жыл сол сағынышты тереңдете түседі. Бүгін біз жүрегімізге мәңгі ұялаған асыл жандарымыз, ардақты әкеміз бен аяулы анамызды сағынышпен еске алып, рухтарына тағзым ету үшін жиналып отырмыз. Биыл Асқар тау әкеміз Тілеу Сәкімбай Зәкірұлының өмірден озғанына 39 жыл. Ал аяулы анамыз Күлсінай Жандар қызының дүниеден өткеніне 33 жыл толып отыр. Әкеміз 1941 жылы Сұрапыл соғыстың алғашқы жылында Мақтарал ауданы Карл Маркс атындағы совхозда Зәкір ата мен Зәуре әжеміздің шаңырағында дүниеге келген. Ол 5 перзенттің екіншісі еді. Тағдырдың ауыр кезеңінде дүниеге келсе де, еңбек қорлық пен адалдықты туып еткен азамат болып өсті. Ауыл мектебін тәмамдаған соң, сол кездегі ең беделді мамандықтардың бірі жүргізуші кәсібін игерді. Ұзақ жылдар бойы автобазада ауыр жүк көлігін тізгіндеп, алыс жолдарға шығып, көптеген ірі қалаларды аралады. Еңбектің бейнетінен қашпай, отбасының несібесін адал еңбегімен тапты. Кейін Өзбекстан Республикасының Гагарин қаласына қоныс аударып, өз шаңырағын көтерді. 1967 жылы аяулы анамыз Күлсінай Жандар қызымен отау құрып, бақытты отбасының негізін қалады. Бұл шаңырақта 4 ұл мен 1 қыз дүниеге келді. Өкінішке қарай, жалғыз қыздары сәби кезінде өмірден ерте озды. Бұл да тағдырдың ауыр сынағы болды. Анамыз Күлсінай отбасының жүрегі, берекесі, ұйытқысы еді. Ол бар ғұмырын отбасының бақытына, бала тәрбиесіне, шаңырақтың амандығына арнады. Әкеміз алыс сапарларда жүргенде қара шаңырақтың барлық жауапкершілігін арқалап, ата-енесінің көңілін тауып, ибалы келін бола білді. Балаларына мейірімін төгіп, үлкендердің алғысымен батасын алған ардақты ана болды. Әкеміздің көп уақыты түзде өтсе де, ата-анасы мен балалары алдындағы азаматтық әрі әкелік міндетін ешқашан естен шығарған емес. Ол ұлдарының бойына еңбекқорлықты, адалдықты, адамгершілікті сіңірді. Ел көрді, жер көрді, көппен сыйласты. Ағайынға жанашыр, туысқа қамқор, достарына адал азамат болды. Өкінішке қарай, әкеміздің ғұмыры тым қысқа болды. 1941 жылы дүниеге келіп, 1987 жылы өмірден өтті. Бүгінде тірі болғанда 85 жасқа толар еді. Ал анамыз 1947 жылы дүниеге келіп, 1993 жылы өмірден озды. Егер ортамызда болса, биыл 79 жасқа толар еді. Өмірде кейде әттеген-ай дегізетін армандар болады. Біз де пенде болған соң, әкеміз тірі болып, бүгінде немере шөберелерінің қызығын көрсе ғой, анамыз солардың ортасында ақ батасын беріп отырса ғой, деген сағынышты ойлардан арыла алмаймыз. Дегенмен халқымыздың орнында бар оңалар деген дана сөзі көңілге медеу болады. Бүгінде әке шешеміздің артында қалған 4 ұлынан 13 немере мен 13 шөбере өсіп өніп келеді. Бұл ата-анамыздың өмірден өткенмен, олардың тәрбиесімен тәлімі, ізгі жолы ұрпағымен жалғасып жатқандығының айқын белгісі. Осы ретте біз Зәкір атамыз бен Зәуре әжемізді де ерекше сағынышпен еске аламыз. Сондай-ақ сол әулеттің өмірден өткен ардақты жандары Зәкірұлы Нәсір атамызды, Зәкір қызы Демкүл апамызды және Зәкір келіні Шыркүл Өсербай қызын құрметпен еске алып, рухтарына дұға бағыштаймыз. Адам бұл дүниеден өткенімен, оның артында қалдырған тәрбиесі, өнегесі, жақсы аты мен жарқын бейнесі ешқашан өшпейді. Әкеміз бен анамыз бізге тек өмір сыйлап қана қойған жоқ. Олар адалдықтың, еңбектің, бірліктің, адамгершіліктің үлгісін көрсетті.
Біз үшін олардың аманатына адал болып, ұрпақ сабақтастығын жалғастыру ең үлкен парыз. Жатқан жерлері жайлы, топырақтары торқа, имандары саламат болсын. Алла тағала әкеміз Сәкімбайдың, анамыз Күлсінайдың, Зәкір атамыз бен Зәуре әжеміздің және өмірден өткен барша туған туысымыздың рухтарын рақымына бөлеп, жәннаттан орын нәсіп етсін. Олардың жарқын жүзі бейнелері мәңгілік жадымызда сақталады.